Баршаңызға қайырлы күн. Біз бүгін сіздермен дәл осылай панкейк жасайтын боламыз. Өте қарапайым рецепт түрі. Ендеше бірге жасайық. Қажетті заттарымызды дәл осылай таразымен өлшеп алатын боламыз. Мен барлық қажетті заттарды осылай өлшеп алдым. Ең алдымен айранымызды ас содасымен араластырып көпіртіп алатын боламыз, яғни екеуі реакцияға түсіп көпіретін болады. Бұл панкейктің көтерілуіне әсерін тигізеді. Сонан соң жұмыртқамызды, сұйық майымызды және шекерді салып, жақсылап араластыратын боламыз. Қопсытқышымызды және де ұнымызды салып, барлығын жақсылап араластыратын боламыз. Құймаққа тәріздес жаңағы қоспа шығатын болады. Арнама жаңадан қосылған жандар болса, тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыра кетулеріңізді сұраймын. Дайын болған панкейкімізді дәл осылай үлкен ас қасықпен құйып шығатын боламыз. Және де піскеннен соң келесі бетін аударып, дәл осылай пісіретін боламыз. Яғни баяу отта пісіретін боламыз. Сонда осындай панкейктеріміз пайда болады. Мен бетіне өзім жаңағы үйде бар заттарды қолдандым. Жаңағы 2 чайный ложка какао және де сгущенканы араластырып, шоколадты жаңағы өнімге айналдырдым. Яғни балалар жақсы көретін болғандықтан бетіне шоколад құюды дұрыс деп есептедім. Назарларыңызға рахмет, қош сау болыңыздар.